Сәлеметсіздер ме, құрметті шебер ханымдар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мені қазақша каналдың даму мақсатында маған подписка жасап, және де осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Және де келесіде қандай аяқ киім түрін тоқып көрсеткенімді қалайсыздар, соны өз ойларыңызды комментарийге бөліссеңіздер деймін. Ал бүгінгі менің сіздерге үйрететін мастер-классым жазға арналған осындай жібек жіптен тоқылған кроссовка. Осындай платформа табанға тоқылған кроссовка тоқып үйренетін боламыз бүгін. Ол үшін бізге әрине бірінші кезекте осындай платформа табан қажет. Бұл платформа табанның ерекшелігі осындай ішіндегі ұлтарағы алынады. Мінекей осыны алып, мынаны стиральный машинада жуып ала береміз, мына аяқ киімді. Одан кейін бізге жібек жіп қажет. Осыны бір мотокты орағанда осындай көлемде шығады, бізге 3 моток жібек жіп қажет. Егер 39-40 үлкен размерлер болса, 4 моток жібек жібін артығымен ала бергендеріңіз жөн болады. Және де бізге крючок, яғни екі жақты крючоктың 1 миллиметрлігі жағымен тоқитын боламыз. Және одан кейін бізге қайшы және оттық. Жібек жіппен тоқылған кезде міндетті түрде оттық қажет болады. Ал енді бисмилля деп біз жұмысымызға кірісейік. Ол үшін біз мінекей мына табанда бізде жиегінде осындай жіптер бар. Яғни бірден тоқып кете бересіздер. Мына бұрышынан біреу, мына жерден біреу, мына бұрыштан біреу, мына жерден біреу алып. Ал мен сияқты мынандай ақ табанға сары жіптен тоқитын болсаңыздар, немесе қызыл, жасыл, басқа түстен тоқитын болсаңыздар, мына жіпті сөгіп тастаймыз. Себебі мына жері бір келкі болып әдемі көріну үшін. Ал егер осы ақ табанға ақ жіптен тоқитын болсаңыздар, осы жерден алып кете бересіздер. Ол кезде мынау бұрышынан, мына жерден бір столбик без накида аласыздар, мына ортасынан біреу аласыздар, мына бұрыштан біреу, ортасынан біреу алып, айналдыра тоқып шығатын боласыздар. Ал мен бұны сары жіптен тоқитын болғандықтан, келесі тапсырысымды да осы жерінен сөгіп тастайтын боламын. Осы жіпті сөгіп тастайтын боламыз. Осылай қайшымен абайлап алып, және де жай тартамыз, себебі қатты тартсақ, мынау жерін біз табанымызды жыртып алуымыз мүмкін. Бірінші қатарды тоқып алғанша табанды аккуратно ұстаймыз, себебі жыртып алуымыз мүмкін. Бірінші қатарды мықтылап тоқып алғаннан кейін табанымызға ештеңе қалмайды. Стиральныйға да жуа бересіздер, салып күнделікті кие бересіздер. Неге осылай бір сөгіп аласыздар да, ары қарай алып кететін боласыздар қазір. Неге осылай тартсаңыздар, ары қарай сөгіліп кете береді. Мынау біріккен жерін ғана осылай шешіп аласыздар, қалған арғы жағын осылай алып кете береміз. Неге осылай сөгіп аламыз. Осылай сөгіп алдық. Енді осылай тесіктер пайда болды. Енді біз осы аяқ киімімізді бастау үшін артқы жағынан ортасын тауып аламыз. Мысалы, Z деген әріптің мына жерінен осыны ортасы деп алсақ, осыдан кейінгісін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шы тесігінен, яғни 10-шы көзден бастап тоқитын боламыз. Мінекей. Осы 10-шы көзден бастап тоқитын боламыз. Ол үшін жібек жібімізді аламыз. Және де оралып қойған жібек жібіміздің бас жағы осылай сетінеп тұрса, оттықпен міндетті түрде осылай жинап аламыз. Себебі ол сөгіліп кетуі мүмкін. Ұшынан тартып қалсақ кейде. Сол үшін осылай басын оттықпен күйдіріп аламыз. Енді ал мына 10-шы жерден, 10-шы көзінен осылай бір столбик, бір воздушный петля іліп аламыз. Мінекей, бір воздушный петля ілдік. Одан кейінгісін келесі столбик без накида тоқимыз, тура сол тесіктен. Яғни біз әр тесіктен 2 столбик без накидадан тоқып шығамыз. Әр көзден 2 столбик без накидадан тоқимыз. Келесіден келесі көзге кіргіземіз. Осылай тартамыз. Дәл сол көзден тағы да 2-ші столбик без накида алатын боламыз. Одан кейін келесі 3-ші тесіктен осылай қатты тартып тоқымаймыз, және қатты босса тоқымаймыз, орташа немен тоқитын боламыз.
қатты тартсақ, тырысып табанымыз. Ал бос тоқсақ, салбырап кетеді, жібіміз созылып. Сондықтан орташа тоқитын боламыз. Бұл кроссовканы тоқып үйреніп алсаңыздар, өкінбейсіздер. Тапсырыс өте көп, жазғы мезгіліне және де аяққа кигенде өте сәнді, әдемі көрінеді, және бұл жібек жіпте табанда өте шыдамды. Біздің базардан алған аяқ киімдерімізден 100 есе артық. Біз оларды стиральняға салып жүрсек, клей ажырап кетеді ғой. Сол себепті өз қолымызбен тоқып кигенге ештеңе жетпейді. Жібек жіп өте сапалы. Және жібек жіптен тоқылған аяқ киімдер қымбат жүреді. Бағасы да қымбат емес. Бір мотогы 500 теңгеден 3 мотогын алсаңыз 1500 теңге, табаны 2000 теңге. Сонда сіздер 3500 теңгеге өзіңізге 15-20 мыңдық кроссовка тоқып аласыздар. Осылай әр көзден 2 столбик без накидадан тоқитын боламыз. Осылай. Және мына бағанағы басындағы ұшын осы арасында тоқып отырамыз, қосып. Енді осы жерге келгенде бұл жіпті қырқып тастасақ болады. Енді ары қарай тоқып кете береміз. Айналдыра, еш өзгеріссіз әр көзден 2 столбик без накидадан тоқып шығатын боламыз, қыздар. Мінекей. Әр көзден 2 столбик без накида тоқимыз. Сары жіп өте жалтырап әдемі көрініп тұр. Ашық, яркий түс таңдасаңыздар, клиентті өздеріңізге тартасыздар. Мен уже бұл екінші кроссовкам заказға тоқып атқан. 39 размер, ал мен мынаны 36 размер тоқып қойдым, екі парында. Осылай әдемі шықты. Бауларын өздеріңіздің фантазияларыңызбен, вкустарыңызбен қоя бересіздер. Дәл осылай өз еріктеріңізбен айналдыра тоқып осы жерге дейін келеміз. Әр көзден 2 столбик без накидадан алатын боламыз. Мінекей ханымдар, мен айналдыра тоқып келдім осылай. Енді мына жерін біз біріктіреміз. Сонымен бірінші қатарда аяқтайтын боламыз. Яғни мына бірінші біздің іліп алған воздушный петлямыздан осылай крючокты өткізіп, жіпті бергі бетке өткізіп аламыз. Сонда мені крючокта 2 жіп, осы күйі өткен жіпті бірден крючоктағы жіппен өткіземіз. Сонда бұл біздің соединительный петлямыз болады. Енді екінші қатарда біз бір воздушный петля көтереміз, және де әр көзден 1 столбик без накидадан алып шығамыз. Яғни жай қатар тоқып шығатын боламыз. Ешқандай узорсыз, ештеңесіз. Мінекей. Әр көзден 1 столбик без накида тоқимыз. Мінекей осылай әр көзінен столбик без накида тоқитын боламыз. Мінекей. Камера анық алса, міне. Ешқандай көзін қалдырмаймыз, барлығынан мінекей. Әр қайсысынан столбик без накидадан тоқимыз. Мінекей. Осылай столбик без накидадан тоқимыз. Бұл біздің екінші қатарымыз болады сонда. Жай қатар, осыдан кейін барып біз узор тоқып бастаймыз. Мінекей. Мінекей осылай әр көзінен 1 столбик без накидадан алып отырамыз. Ешқандай көзін қалдырмаймыз. Осы біздің екінші қатарымыз. Толығымен осылай столбик без накидамен айналдыра тоқып шығатын боламыз. Мінекей осылай.
Камера анығылсын. Қатты бос тоқымаймыз және қатты тартпаймыз. Орташа немен тоқып шығамыз осы бірінші размер жағымен. Мінекей сонда осылай шығады бізде. Мінекей әр қайсысынан, әр көзден столбик без накидадан аламыз. Мінекей. Осылай. Енді шебер ханымдар ары қарай мұны полный айналдырып, осы жерге дейін өздеріңіз тоқып алып келесіздер. Екінші қатарды мінекей толығымен столбик без накида. Мінекей ханымдар, екінші қатарды да мен осылай тоқып алып келдім. Мінекей. Және соңғы осы екінші қатарды алдыңғы бірінші қатарды аяқтаған құсап соединительный петлямен аяқтайтын боламыз. Мінекей. Өткіземіз және одан бірден өткізіп аламыз. Енді біздің ең маңызды кезеңіміз мына аяқ киімнің өкшесін тоқу. Яғни біз өкшесі, мінекей мына узор болады. Бұл узорды біз рисовый узор, яғни күріш узоры деп айтылады екен. Осы узормен тоқитын боламыз. Мінекей бұл өте қатты ұстап тұрады аяқты, созылып кетпейді, өкшені жақсы ұстайды. Біз бұл узорды аяқ киім тоқығанда макасиға, валеткаға, барлығына өкшесіне осы узорды тоқсаңыздар болады. Мінекей, өте әдемі көрінеді және өкшені жақсы ұстап тұрады. Ал бисмилла деп осы узорды бастаймыз. Анықтап мұқият қарап алыңыздар. Бір үйреніп алғандарыңыз бұл өте барлық аяқ киімге кете беретін узор. Универсальный узор деймін ба? Рисовый узор, ал оны біз мұқият қараймыз, түсінбей қалмаймыз. Бір воздушный петля іліп аламыз. Одан кейін, мінекей, столбик без накида тоқимыз мына көзінен. Кәдімгі простой столбик без накида тоқимыз. Енді осы жерден береміз. Бір рет осылай столбик без накида тоқимыз. Жақыннан көрсетейін. Камера анық алсын. Мінекей камера анық алды. Енді келесіні біз ханымдар, біз мына көзге тоқу керек, біз столбик без накида. Біз одан емес, мына астыңғы қатардың көзінен аламыз. Сонда бұл бізде ұзын столбик болады. Мінекей, ұзын столбик. Мінекей. Өткізіп аламыз. Келесі көзден кәдімгі жай столбик без накида тоқимыз. Келесі көзден мына көз болу керек, одан тоқымаймыз, оның астынан тоқимыз, яғни ұзын столбик тоқимыз. Мінекей, бұл бізде ұзын столбик. Осылай біз кезектестіріп бір столбик без накида тоқимыз кәдімгі жоғарғы жағынан. Мінекей, мынада енді біреуін астынан аламыз, ұзын столбик тоқимыз. Мінекей, осылай. Мінекей, осылай ұзын тоқимыз. Келесісін қайтадан жоғарғы жағынан столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгісін, мысалы, мына көзден алу керек біз ғой. Біз одан емес, мына астынан аламыз. Осы астынан алып, ұзын столбик тоқимыз. Қайтадан жай столбик без накида тоқимыз жоғарғы жағынан. Одан кейінгі мына столбик тоқитын кезінде астынан тоқимыз. Бұл узор бірінші қатарда білінбейді, екінші, үшінші қатарда анық көріне бастайды. Ол кезде уже қай жерден жай столбик аламыз, қай жерден ұзын столбик аламыз, өзі көрініп тұратын болады. Мінекей, осылай енді ұзын столбик алдым. Мына жерден жай столбик без накида аламыз, одан кейінгісінен ұзын столбик аламыз. Яғни екеуін кезектестіріп тоқып кете береміз. Яғни шатасып кетпейміз. Тақтайдай болып түп түзу әдем болып шығу керек бұл. Сәл қисайсаңыздар, узор қисайып кетеді өкшесі. Мына көзден алу керек, біз одан емес, мына астынан алатын боламыз. Мінекей. Және келесісін кәдімгі жай столбик без накида. Енді мына көзден алу керек, біз одан емес, астынан аламыз. Ұзын столбик дегенді түсініп алсаңыздар болды. Астыңғы қатардың көзінен алынады, үстіңгіден емес. Ал жай столбик кәдімгі үстіңгі қатардың көзінен столбик без накида тоқып кетеміз.
мінекей осылай тоқып кете береміз. Мынау жай ұзын столбик, одан кейін жай столбик без накида, одан кейін қайтадан ұзын столбик, одан кейін жай столбик. Мінекей. Міне осылай кетеміз. Келесі міне тағы да ұзын столбик, одан кейін жай столбик, ұзын столбик тоқимыз, одан кейін жай столбик тоқимыз, ұзын столбик тоқимыз, жай столбик тоқимыз. Мына жерден жай столбик аламыз. Одан кейін қайтадан астыңғы қатардан аламыз ұзын столбик, одан кейін жай столбик. Мына ұзын столбикті алған кезде тағы бір көрсетейін. Мінекей мынау болса, одан емес астыңғы қатардың көзінен аламыз. Қайтадан жай столбик. Мінекей жай столбик тоқимыз және ұзын столбик тоқимыз. Жай столбик тоқимыз және мінекей ұзын столбик тоқитын боламыз. Осылай алмастырып тоқып отырамыз. Біздің бүкіл узорымыз осылай жай столбик және ұзын столбик арқылы ғана тоқылады. Қиын ештеңкесі жоқ. Тек мына ұзартатын жерін қазір түсініп алсаңыздар болды. Енді қайтадан ұзын столбик тоқимыз. Одан кейін жай столбик тоқимыз. Мінекей одан кейін ұзын столбик тоқимыз. Одан кейін жай столбик тоқимыз. Біз мына алдыңғы жақтың бастаған қатарға жобалап кеп қалдық. Енді біреу тоқысақ келеді екен. Осылай жіп арқылы өлшеп отырамыз. Енді соңғы ұзын столбик тоқыдық, иә? Мінекей мына екеуі бірдей болып тұр. Тағы біреу тоқиды екенбіз. Столбик без накида тоқимыз енді. Ұзын столбиктен кейінгі. Мінекей осылай столбик без накида тоқимыз. Міне осылай тексергенде түп түзу болып шығу керек. Енді осы жерде ханымдар, міне екі жағын бірдей тоқып қойдық. Енді біз мына жағымен бірдей болған кезде мына жаққа қарай артық екеу тоқып кетеміз тағы да. Мынау бізде столбик без накида ғой. Келесісінде бір ұзын столбик тоқимыз және бір қысқа столбик тоқимыз. Және үшіншісін мына үшінші көзге осылай соединительный петля қосып кетеміз. Яғни біріктіреміз және бұл жерге бізге маркермен осылай белгілеп кететін боламыз. Сонда былай қарай бізде 3 қатар жылжыды. Енді біз бұны қайтадан мына бастан бастау керекпіз. Ол үшін мынамен былай өлшеп аламыз. Сонда біз 3 жылжыдық. Мінекей мына жерден тоқитын боламыз біз. Мына іліп алған жерден былай қарай 3 жылжытамыз. Енді мына жібімізді алып, осылай мынаның артымен алып келеміз. Артымен алып келетін боламыз. Мінекей. Осылай артымен алып келеміз. Және жаңағы біздің белгілеген үшінші көзімізден бастаймыз. Мына жіпті қатты тартпаймыз және қатты бос қылмаймыз. Қатты тартсақ өкше ішке кіріп кетеді. 1, 2, 3, мінекей үшіншісінен бастаймыз. Осылай бірінші бір воздушный петля іліп аламыз. Және ханымдар, осы бір воздушный петля іліп алғаннан кейін қатарды міндетті түрде ұзын столбикпен бастаймыз. Мінекей ұзын столбик ілеміз енді. Осылай астынан. Одан кейін жай столбик. Енді біздің мына қатарымыз бірінші қатардың басталған жері тұр ғой. Осы жерге келдік. Енді бұл жерден біз мына өзі тесік көрініп тұр. Астыңғы қатардың тесігі, содан ұзын столбик аламыз. Уже екінші қатардан бастап сіздің ұзын столбик алатын жерлердің тесіктері өзі көрініп тұрады. Енді жай столбик алдық. Ал енді қараңыздар, міне ұзын столбик алатын жердің тесігі міне уже көрініп тұр астындағы қатардан. Мінекей. Осы жерден ұзын столбик аламыз. Одан кейін қайтадан жай столбик аламыз. Одан кейін міне тағы да көрініп тұр. Өздеріңіз мұқият қарасаңыздар. Ұзын столбик, тағы да жай столбик. Және ұзын столбик. Мінекей. Одан кейін тағы жай столбик. Одан кейін қайтадан ұзын столбик. Мінекей. Мынаны осылай артында қалдырып отырып тоқимыз мына жіпті. Енді қайтадан ұзын столбик. Мінекей өзі тесік болып көрініп тұрады. Ұзын столбикті қай жерден алатындарыңыз. Мысалы жай столбик алсам, мұны мұқият қарасаңыздар, уже мынау ұзын столбик алатын жер.
Бұл біздің екінші қатарымыз болады өкшесіндегі рисовый узордан. Біз осындай рисовый узор 9 қатар тоқитын боламыз. Бұл екінші қатар, енді әлі алда 7 қатар тоқимыз. Мінекей. Сіздерге түсінікті болу үшін осы екінші қатарды да аяғына дейін жеткізіп көрсетейін. Маркердегі жіпті қалай іліп аламыз. Және үшінші қатарды дәл осы екінші қатар бастаған ұқсап бастаймыз. Мінекей. Жай столбик, одан кейін ұзын столбик, одан кейін жай столбик, міне ұзын столбик. Және мінекей жай столбик. Мінекей ұзын столбик, және жай столбик. Ұзын столбик, осылай шатаспай тоқып кете береміз. Міне уже екінші қатарда біздің узорымыз жайлап көрініп бастады. Және мінекей жай столбик, ұзын столбик. Осылай жай столбик, және ұзын столбик. Жай столбик, және ұзын столбик. Жай столбик болады, кейін астына ұзын столбик. Жай столбик, ұзын столбик. Жай столбик, ұзын столбик болады. Мынау жай столбик, ал мынау ұзын столбик. Мінекей, мынау жай столбик, одан кейін ұзын столбик тоқимыз. Міне біз маркерге жақындап қалдық. Енді жай столбик. Мінекей, енді жай столбик екен. Одан кейін ұзын столбик, міне тесігі көрініп тұр. Мұқият қарасаңыздар көрініп тұрады. Енді біз мынау маркер ілініп тұрған жерге жай столбик тоқу керек екенбіз. Яғни осылай. Жай столбикті осылай біреуін іліп аламыз. Бері қарай шығарып аламыз оны крючоктан, тесігінен жіпті. Енді крючокта 2 жіп тұр, осы кезде маркердегі жіпті де іліп аламыз. Крючокқа сонда крючокта 3 жіп болады. Осы 3 жіптен мына жіпті алып бірақ өткізе саламыз. Сонда мінекей біздің екінші қатарымыз осылай бітеді маркердегі жіппен. Яғни өлшегенде 2 жақ бірдей болып тұр. Енді біз тағы да 2 қатар жылыштамыз. Соединительный петлямен 3 болады сонда. Мына жерде біз жаймен бітіріп тұрмыз ғой. Енді мына көзден тоқу керекпіз бізге. Одан тоқымай астынан аламыз. Яғни ұзын столбик аламыз. Және қасына бір жай столбик аламыз. Мінекей. Енді үшінші көзге соединительный петля. Мінекей осылай. Оған біз маркер қыстырып кетеміз. Дәл осылай біз 9 қатар тоқитын боламыз. Енді мына жіпті қайтадан алдыңғыдай осы бетке өткізіп алып, мына бетте мынау іліп алған жеріміз ғой, осыдан былай қарай 3 санап, 1, 2, 3-шісінен бастаймыз. Бастаған кезде айттым, бірінші көзінен біз воздушный петля іліп алсақ, екінші міндетті түрде ұзын столбик тоқимыз. Мінекей, бір воздушный петля іліп алдық, енді келесінен міндетті түрде осылай ұзын столбик тоқимыз. Екіншісінен кәдімгі жай столбик без накида тоқимыз. Ары қарай ұзын столбик тоқитын жеріміз көрініп тұрады. Сәл жоғарырақ. Уже бұл жерде қатар көтерілді. Алдыңғы қатармен бірікті де, сәл қиғаштап көтерілді. Міне енді жай столбик. Осыдан кейін ұзын столбик, осылай жай столбик. Енді ары қарай өздеріңіз тоқи аласыздар деп ойлаймын. Мен сіздерге 2 қатарды көрсеттім. Мына жіпті міндетті түрде осылай артына қыстырып қоямыз. Сосын осылайынан тоқып кете береміз. Енді тағы да осылай ұзын столбиге. Осылай тоқып келесіздер былай қарай. Тоқып келгеннен кейін тағы да 3 қатар жылыштамыз. Яғни 2 тоқып, үшіншісіне соединительный. Мына жақтан үшіншісінен бастаймыз. Осылай 9 рет қайталаймыз. Мына бізде 2 қатар болды, мынамен 3-ші қатар. Әлі 6 қатар бар. Мінекей, бұны санаған кезде біз
осылай өкшесінен алып қиғашынан санаймыз. Мінекей мынау біреу, осы ұзын столбиктерді санайтын боламыз. Біреу, екеу, мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 9 қатар осы жерге дейін келеді осылай. Ал міне 9 қатар тоқығанда мынау басы мына жерге дейін жақындайтын, тұмсығына қарай. Мінекей осылай жақындайтын болады. Осылай тұмсығына дейін жақындайтын болады. Ал енді ханымдар, өз еріктеріңізбен осылай 9 қатар рисовый узормен кроссовкамыздың өкшесін тоқып шығамыз. Мінекей ханымдар, осылай біз өкшесіндегі 9 қатарды өз еркімізбен осылай тоқып шықтық. Мінекей осылай болады. Енді біз мына соңына келген кезде 9-шы қатарда былай қарай екеу қоспаймыз. Мінекей мына бет өлшегенде екі жағы бірдей болып тұрады. Енді біз осы 9-шы қатарды біткеннен кейін ары қарай мына бетін тоқып жалғастырып кетеміз. Яғни мінекей мына 9 қатардан кейінгі мынандай столбик без накида, 4 қатар. Яғни біз бұны айналдыра, ешқандай түйін демейміз, ештеңке қылмаймыз, ары қарай тоқып кетеміз осылаймен. Айналдыра тоқып кетеміз. Столбик без накида тоқып кетеміз. Мінекей әр көзден қалдырмай бір столбик без накидадан аламыз. Мінекей осылай әр көзден бір столбик без накида аламыз. Мінекей осылайнан, осы жерден алғаннан осылай айналдыра тоқи береміз. Еш жерге біріктірмейміз, еш жерге келгенде соединительный петля істемейміз, тек қана айналдыра тоқи береміз. Айналдыра 4 қатар тоқимыз. Мына жерде бізде 1 қатар бар, одан кейін 4 қатар тоқимыз. Сонда алдыңғы тұмсығында 5 қатар болатын болады. Мінекей келесі көзден тағы да столбик без накида аламыз. Мінекей одан кейін тағы столбик без накида. Тағы да осыдан кейін столбик без накида тоқимыз. Мінекей осылай столбик без накида тоқып кете береміз. Мінекей столбик без накида тоқимыз осылай. Мінекей осылай столбик без накида тоқимыз. Міне осылай айналдыра 4 қатар тоқитын боламыз. Мінекей осылай айналдыра 4 қатар тоқитын боламыз. Мінекей осылай айналдыра 4 қатар тоқимыз. Осылай айналдыра ешқандай өзгеріссіз 4 қатар столбик без накида тоқып шығамыз. Осылай біркелкі түп түзу болып тұру керек. Мынау тұмсығы, яғни алдыңғы қатары. Ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Ары қарай өз еріктеріңізбен тоқи аласыздар. 4 қатар үздіксіз, еш жерін біріктірмейміз, тек қана айналдырып тоқи береміз. Мына мен тоқып жатқаным 39-шы размер тапсырысқа. Осылай тоқи береміз. Ешқандай көзін қалдырмай. Осындай.
Осылай үздіксіз айналдыра тоқып 4 қатар тоқимыз. Мына бетінен де осылай полный аяқ киімді айналдырып тоқып шығамыз. 4 қатар столбик без накида. Ешқандай өзгеріссіз, ешқандай қосусыз. Ал мінекей осылай 4 қатар столбик без накида айналдыра тоқып шықтым. Мына жерге жобалап келген кезде тоқтатасыздар. Өздеріңіз жобалап қарайсыздар қай жерден басталғанын. Мына біткен жерден осы жерден тоқтатасыздар да. Енді біз осы жерден бітіріп, мынаны осылай кесіп тастасақ та болады, жіпті, бірақ мен кеспеймін, себебі үзік болмас үшін осылай алып, мына жіпті өткізіп, осы жерге түйіндеп кетеміз жіпті. Енді мынау өкшесін бітірдік. Алдыңғы жағын осылай көтердік. Енді біз мына тұмсығын тоқитын боламыз. Яғни мына жерді тоқитын боламыз. Осы жерін тоқитын боламыз. Ол үшін біз мына жіпті қырықпаймыз да кеспейміз, осы жерден бастап кетеміз. Енді бастау үшін бізде мына жерден жобалап, тұмсығы жағынан ортасын тауып аламыз. Мына бір жерді біз ортасы деп алсақ көз жобамен, осыдан былай қарай 5 көз санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 5-шісіне кіргіземіз. Бірақ біз осылай кіргізіп аламыз ғой. Бұлжда біз осылай кіргізбейміз. Мына осылай белгілеп алдық. Мынау ішкі жағындағы жіптен кіргізіп аламыз. Ішкі жағынан. Сыртқы жағындағысы қалады. Осылай ішкі жағынан кіргізіп алып, бір воздушный петля көтереміз. Мінекей. Міне сіздерге түсіндіріп тұрсам, мынандай сызық, мынандай бір келкі сызық пайда болу үшін, оны мен тек қана ішкі жағынан тоқсақ қана бізде солай бір келкі сызық пайда болады. Мінекей осылай бір воздушный петля көтердік. Енді жіпті ораймыз крючокқа. Одан кейін бір көзді, бір жіпті тастаймыз. Одан кейін келесінің ішкі жағынан ұмытпаймыз, ішкі жағынан полустолбик тоқимыз біреу. Мінекей. Басынан көрсетейін, жіпті ораймыз, ішкі жағынан аламыз. Осылай біреу іліп аламыз. Сол кезде крючокта 3 жіп болады. Одан кейін осы үшеуінен бірақ өткіземіз. Сол кезде біздің бұл полустолбик. Тағы да крючокқа жіп ораймыз. Тура сол алған жерімізден екінші полустолбик өткіземіз. Мінекей. Енді тағы да бір көз тастап, келесі көздің ішкі жағынан тағы да 2 полустолбик алатын боламыз. 2 полустолбик аламыз. Тағы да бір көз тастап, келесісіне ішкі жағынан аламыз. Соны ұмытпаймыз, ішкі жағынан және осылай полустолбик жасаймыз. Бір көзден 2 полустолбиктен алып отырамыз. 3 болды. Енді тағы да бір көз тастап, келесінен тағы да 2 полустолбик аламыз бір көзден. Осылай ішкі жағынан алып тоқитын боламыз. Келесі соңғы 5-ші гүлімізді тоқимыз. Яғни бір көзден 2 полустолбик алып отырамыз. Мінекей. 5 болды. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз осы бірінші қатарды бітіреміз. Бір көз тастап, келесінің ішкі жағынан іліп алып, осылай соединительный петля жасаймыз, бірден өткізіп. Енді біз бұны маркермен осылай қыстырып кетеміз. Қыстырмай жаңағыдай түйіндеп кетіп, қайтадан мына басына әкеп бастасаңыздар да болады. Бірақ мен осылай қыстырып кетем, себебі қателессеңіздер қайтадан сөгіп тоқуға оңай болады. Енді мына жіпті біз бостау аламыз түйіндегенде, себебі бұлай жанына қосып тоқып кетеміз. Енді екінші қатар. Екінші қатарға осылай жіпті мына бетке әкеліп аламыз. Одан кейін мынау біз бірінші іліп алған жерімізге қараймыз. Одан кейін біреу тастап, келесісінің ішкі жағынан іліп аламыз. Мінекей, ішкі жағы. Ішкі жағынан тағы да бір воздушный петляға көтереміз. Мінекей. Осылай бір воздушный петля көтеріп аламыз. Енді екінші қатарда да жіпті крючокқа ораймыз. Бірақ енді мына бірінші алған бастаған гүліміз бар, соның жанынан аламыз. Осы көзден 2 полустолбик аламыз. Бізде бірінші қатарда 6 гүл болса, өз орнымыздан осы келесі қатарда, бірінші қатарда 5 болды, енді 6 болады. Енді біз мына әр узордың арасынан алып отырамыз, мінекей, арасынан.
Осы келесі узордың арасынан 2 полустолбик аламыз. Мінекей. 2 полустолбик алдық. Одан кейін келесі көздің арасынан тағы да 2 полустолбик. Енді тек узорлардың арасынан алып отырып тоқимыз. Одан кейін тағы да 2 полустолбик. 4 болды бізде. 4 полустолбик болды. Маркер шығып кетті. Төрт гүліміз болды бізде. Мінекей 4 гүл болса, келесі соңғы 5-шісін мына жерден аламыз. Енді 6-шы гүлімізді, мына соңғы біткен гүл бар емес пе, осы гүлдің мына жанынан алатын боламыз. Мінекей 1. Одан кейін екіншіні бітірмей тұрып, осы жерде мән береміз. Екіншіне осылай крючокты 3 жіп тұрған кезде, мынау маркердегі жіпті іліп алып, крючокта 4 жіп қыламыз. Сөйтіп, осы 4-еуінен бір-ақ өткіземіз. Мынаны іліп алып, осы 4-еуінен бір-ақ өткізіп, мына басына шығарамыз. Тағы да бір көз тастап, келесі көздің ішкі жағынан, осы ішкі жағынан дегенді ұмытпаймыз, осылай соединительный петля жасап, екінші қатарды бітіреміз. Мінекей, екінші қатар. Әр қатарда бізге мынадай бір гүл қосылып отырады. Бірінші қатарда 5 гүл, екінші қатарда 6 гүл, одан кейін 7 гүл болады. Осылай біз 10 қатар тоқимыз. Сіздерге тағы да бір осы қатарды біреуін көрсетейін. Біреуін, мысалы, мынадан іліп алған болсақ, одан кейінгі бір көзді тастап, келесі көздің ішкі жағынан, осылай ішкі жағынан іліп аламыз. Бірінші воздушный петля іліп аламыз. Одан кейін крючокқа жіпті ораймыз. Мына узордың жанынан бастаймыз. Бітетін кезде осындай жанынан бітіреміз, аяқ жағында да. Мінекей полустолбик 1, осы жерден 2 полустолбик аламыз. Одан кейін келесі мынау узорлардың арасынан, мінекей, тағы да 2 полустолбик аламыз. Бұл үшінші қатарда бізде 7 гүл шығады. Мінекей осылай алып отырамыз. Осылай аламыз. Мына соңында да соңғы біткен гүлімізден, соңғы біткен гүліміз болса, соның мына жанынан аламыз. Мына жерде өз тесік тұр. Содан біреу аламыз. Екіншісін толық осылай алып, 4-ші қылып, мынау маркердегі жіпті іліп алып, 4-еуінен бір-ақ өткізіп жібереміз. Сонда мінекей осылай болады. Осылай болды. Енді бір көз тастап, келесі көзден біз соединительный петля жасап, бұл 3-ші қатарды да бітіреміз. Мінекей 3-ші қатарымыз да бітті. Енді осылай 10 қатар, 3 болды, енді 7 қатар. Бір көз тастап, келесінен бастап, бір көз тастап, келесінен тастап, 10 қатар тоқитын боламыз. Мына жерде тағы да 4-ші қатарды бастауын бір көрсетіп жіберейін. Воздушный петля іліп аламыз. Мынау жанында, міндетті түрде мына жанында тұрып тоқылып кететін болады. Мінекей, осылай жанынан 2 полустолбик аламыз гүлімізді. Жанынан аламыз, яғни басталған жердің. Осылай 2 полустолбик аламыз. Одан кейін келесі мынау 2 узордың арасынан аламыз. Өзі көрініп тұр, ашық-ашық болып, сол араларынан алып отырамыз. Енді мына жерден аламыз. Осылай бізде бұл 4-ші қатар. Мінекей. Осылай 4-ші қатарымыз. Бұда бізде 8 гүл болып біту керек. Санап отырып тоқсаңыздар шатаспайсыздар. Әр қатарда бір гүлден қосылып отырады, бір узордан яғни. Мінекей осылай. Әр қатардан бір гүлден осылай қосылып отырады. Келесісіне.
осылай кіргізіп аламыз. Мынаның жанынан аламыз. Осылай 4 қатар тоқыдық. Енді қалған 6 қатарды өз еріктеріңізбен тоқып шыға алады деп сенемін. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. 10 қатар тоқып, осылай соңғысына мына жерінен біреу тастап, келесінен іліп қоямыз. Одан кейін біз тілін тоқитын боламыз. Мінекей. Осылай, мен 4 қатар тоқыдым, енді 6 қатар тоқып, осы 10-шы қатарға дейін тоқитын боламыз. Мінекей.